Бірдей асханасына қош келдіңіздер. Баршаңызға Наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгін менің каналымда қазақтың ұлттық тағамдарының бірі Наурыз көжені дайындайтын боламыз. Қазақта қыстан аман шығып, көктемге жеткеніне қуат болсын, нәр болсын деген мақсатта қыстан қалған қазы, сүрленген еттерін салып, 7 түрлі дәннен қазақша көже дайындаған. Наурыз көжемізге қажет заттар: бидай, күріш, жүгері, тары, құрт, айран және маш саламыз. Бұл заттарымыздың барлығын алдын ала жуып дайындап қойдым. Бидайымыз, машымыз және жүгеріміз қатты болғандықтан ұзақ пісуді қажет етеді. Мен етімді қайнатып жатырмын. Осы үшеуін енді қазанға саламыз. Еттің көбігін осылай алып, тазалап аласыздар. 1 сағаттай қайнағаннан соң бидайымызды, жүгері, машымызды салып, етпен бірге қайнатып пісіре береміз. Наурыз көжені әр өңірде әрқалай дайындайды. Кеспе қосуға немесе арпа қосып дайындауға да болады. Өз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Мен де тары қосып жасап көрдім. Тары көжеге өте ерекше дәм беретін болады. Барлық затымызды қосып болып, жақсылап араластырып, баяу отта тағы да 1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Бетін жауып, біраз қайнатамыз. Және де мына құртымызға еттің қайнап жатқан сорпасынан құйып жібітіп қоятын боламыз. Кейіннен езіп, осыны сорпамызға қосамыз. Майдалап туралған етімізді көжемізге саламыз. Көжеміз дайын болып қалды. Мен аздау бөлігін бөлек ыдысқа алып, енді оған айранымызды салатын боламыз. Езіп алған құртымызды салып араластырамыз. Және де айранды керегінше қосып, шетінен қосып араластырсаңыздар болады. Міне көжеміз дайын болды. Өте әдемі, тамаша, сұйықтығы да бәрі. Ыдысымызға құйып ұсынсақ болады. Ыдысымызды толтырып құямыз. Наурыз көже ырзық мол, несібесі мол болсын деген мақсатта ыдысқа толтырып құйып берген. Енді осы көжемізді қоюлығы мінекей тамаша болып шықты. Наурыз көжемізді бауырсақ, қазы қартамызбенен және де құртпенен
дастарханға ұсынған. Көктемге әлсіреп шыққан адам ағзасына өте пайдалы осы көжені жасап көруге барлығыңызға кеңес беремін.